Жүректегі мұз 84-ші бөлім. Бүгінгі эпизодта өте қызықты болады, соңына дейін көреміз. Такси мен Сумру қонақ үйге келген кезде қонақ үйден Нұх пен Мелекті көреді. Екеуінің түрлері де әбіршіп кеткен, бірақ Мелек Нұхқа: апам мен Таксин ағаға ештеңе білдіртпе, біздің әкеміздің келгенін айтушы болма деп алдын ала айтып қояды. Нұх әбіршіп тек не деп ақталарын білмей Сибалға хат жазып жатырмын, оның барлығы мусор деген секілді сөздер айтып құтылып кетті. Барлығы ішіне алып Сумру, Таксин, Мелек, Нұх және Джихан Сумрудың ажырасу процесін жүргізуде талқылауда. Негізі Самет әлі де комада еді. Соның өзінде де мына жақта досы Назым қарындасы Карикамен кездесіп машинада енді ғана сағызға таласқалы жатқан кезде, киноның қызық сәтіне келген кезде Джихан телефон соғады. Назым: біздің анадағы жұмыстар ретте, менің анам мен әкемнің ажырасуын тездет, өгілдігін мен алуым керек дейді. Қариқа ренжіп қалады. Неге деп: мен саған ашуланған жоқпын, бірақ мен ағама қатты ашулымын, анама да ашулымын. Сумру ханым ас үйде бақыттан балбұл жайнап Таксинге кешкі ас тағам дайындап жатыр. Яғни екеуі оңаша отырып тамақ ішкелі жатыр. Мелек болса әкесінің келгеніне әлі де күйгелектеніп, не істерін білмей жүр. Осы кезде әжесінің фотоальбомын көріп отыра қалады. Әжесі: ей, мен саған ұмытып кетіппін, Сумрудың жас кезін көрсетуді деп. Мелек күліп жіберіп, анасының жас кезін қарап жатыр. Ал мұнда Халел болса Сумрудың ізін аңдып Таксиннің үйіне дейін жетті. Таксин де тек сырттан ғана қарап тұр. Ішке кіре алмайтыны белгілі, өйткені бұл жерде өте көп қызметшілер жұмыс жасайды. Таксин мына дастарханды көріп: сен шынымен маған дайындадың ба? Шынымен мені кешкі асқа өз қолыңмен пісірдің бе деп таңғалды. Сумру: иә, мен сені ұнатамын, сол үшін де осылай бірге ас ішуге дайындадым дейді. Таксин таңғалып Сумруға жақындап: мен сені шексіз сүйемін, сені шексіз жақсы көремін. Махаббаттың не екенін білмеймін, бірақ мен сені қатты жақсы көремін дейді. Осылай екеуі құшақтасып кешкі асқа отырды. Екеуі бақытты. Шансален әулетінің ас үйінде Тюркан Жананмен дос болып алған екеуі өсекті жіберіп отыр. Ол өсек Сибалаға қатысты. Сибала не істеп жүр? Бұл жерде бос жүр. Тіпті оған неге қызмет етуіміз керек? Не Джиханның екінші әйелде емес, бірінші әйелде емес. Осындай сөздерінің барлығын Мелек естіді. Тіпті Хикметтің қызда емес деген секілді өсекті айтып жатқан кезде Мелек шыдамай екеуіне де айқайлады: сендер қандай тәрбиесіз, көргенсіз адамсыңдар. Неге сендер біреуді өсек дейсіңдер? Сибалайдың не жазығы бар? Ол сендерге бірдеңе жасады ма дейді. Осы кезде Сибалай естіп қалып бұл сөздерді, бірақ білдіртпей барлығына жылы жымиып рахмет. Нұх екеуі әлі де жарасқан жоқ, татуласқан жоқ. Нұх әкесінің келгенін естіп, әкесін іздеп барлық қонақ үйлерді шарлап шықты. Қалел деген әйел кісі келді ма қонақтар деп, бірақ Қалелді әлі еш жерден таппады. Қалел болса өзінің жоспарын асыру үшін Хикметті өзіне ғашық еткендей түр жасап, тіпті Хикметке ұнайсың деген жылы сөздерімен Хикметтің жүрегінен орын тапты. Байғұс Хикмет тағы да сеніп қалды, бірақ өз-өзіне айтып қалды: енді мен алданбаймын, еркектердің сөзіне алданбаймын дейді. Алайда Қалелдің бір-екі жылы сөзіне алданып, енді мен әдемімін, мен кереметпін деп өзіне күле қарап. Фильмнің жалғасы бар. Келесі бөлім баяндайтын боламын.